Сәлеметсіз бе, достар! Бүгінгі зерттеу алаңында мен Ертөстік бөбекжай тәрбиешісі Ноғаева Асыл Дәрібайқызы және менің кішкене ғана көмекші зерттеушілерім кім екен? Мен Хайрула Абдырахман. Және Мен Нұрван Жайнам. Жарайсыздар балалар. Балалар, бүгін біздер судың тығыздығын, ауаның тығыздығын зерттеуге зертханалық жұмыс жүргіземіз. Қанеки менімен бірге мына жерде бізге не заттар қажет екенін айтайық. Су, тұз, мыңдар, стакан. Жарайсыздар балалар. Мен мінекей қараңыздар, бірінші мына стаканға суды құямын. Екінші әдөнге суды құямын. Жарайсыздар балалар. Суды азайтамыз, себебі қазір тұз салғанда біздің суымыз көбейіп кетеді. Мінекей, әдін кел, мына жұмыртқаны аламыз да суға сала ғой жайлап. Иә, сала ғой. Не істеді жұмыртқа? Суға? Не істеді жайлап? Иә, ал енді жайлап сен салайық тұзды. Толтырып саламыз жайлап. Оң қасық тұз саламыз. Бұл жерде біздер балалар судың тығыздығын зерттеп тұра тұр. Айдын, тұра тұр жаным. Енді суды араластырамыз жайна. Араластырамыз. Астына төбіне қарай жеткізіп әкем маған бере ғой, мен көмектесейін жайнаға. Мұздай суда тұз деген уақыт алады екен беру үшін. Ал қазір мен әдін саласың ба, сала ғой. Байқасын. Әдін де салсын. Араластырамыз әдін. Жайна араластырамыз. Мынау әдінің жұмыртқасы батып кетті суға. Себебі суымыз таза. Ал енді жайнаның суын тексеріп қарайық тығыздығын. Жайна, салып қарай ғой сенде. Жібері ғой. Жұмыртқаны не істеді? Батпайды. Судың бетінде қалып тұр. Яғни балалар суға түрлі қоспаларды қосқанда судың құрамы тығыздығы өзгереді екен. Енді келесі біздің зертханамызға келейік балалар. Бұл жерде де бізге азғантай су қажет болады. Келесіде біздер ауаның тығыздығын зерттейміз. Ол үшін мынау не керек бізге? Шырақ, және бояу, және су керек екен. Мен кішкене ғана су құямын. Қараңыздар балалар. Енді осыны жайна бояуды араластырамыз. Араластыра ғой. Жібері ғой маған, көмектесіп жіберейін. Осылай бояуды араластырып аламыз. Енді балалар оттықпенен жұмыс жасағанда өте абай болуымыз керек. Жарай ма? Қасымызда үлкен адам болу керек. Анамыз, апайлар болу керек. Шырақты жағамыз. Иә, жансын, иә. Енді осыған әдін стаканды алып, жайлап қоя-қоямыз. Балалар, су қайда кетті? Су стаканның вакуум. Иә, ауаның тығыздығын зерттеп жатыр. Мына вакуумның ішіне судың бәрін шырақ сөнген кезде жинап алды. Көрдіңіздер ме балалар? Судың тығыздығы да өзгереді екен, ауаның да қысымы өзгереді екен. Келесі балалар біздерде шарды үру әдісі. Міне мына түтік жүйеменен шарға ас содасын салып алдық. Өте тиянақты қылып. Енді осыны біздер мінекей мына өзіміздің дойдыға кигіземіз. Қазір осы шарды қазір сіздер бір-бірімен араласқан көресіздер. Мынаны түсіре ғой, былай қарай кел. Мынаны сала ғой. Әдін? Сала ғой мынаны. Иә, көрдіңіз ба балалар? Шарды әдін көрдіңіз бе? Қалай үріліп жатыр? Бұны менде жұмыс жасағанда өте сақ болу керек. Көрдіңіздер ма? Ас содасы мен сірке қышқылының реакция кесірінен газ бөлініп, шарлар осылай үріледі екен. Қанеки балалар, сіздерге бүгінгі зертханалық жұмыс ұнады ма? Иә! Жарайды, кел жайна. Олай болса балалар, қоштасайық. Қараңыздар, достар, сау болыңыздар.